Бүгінгі әңгіме қылмыстық кодекстің 175 бабы мемлекеттік опасыздық жасау бабының санкциялар туралы. Бұл бапта үш бөлім бар. Бірінші негізгі бөлім, екінші бөлім осы мемлекеттік опасыздықты ұрыс жағдайында жасау, үшінші бөлімі мемлекеттік опасыздықты соғыс уақытында жасау. Енді менің мәселе көтеріп атқаным біріншіден екінші және үшінші бөлімнің санкциялары, яғни жаза түрлері мен олардың мөлшемдері бірдей. Жалпы бұлай болмау керек деп мен санаймын. Екіншіден, мына екінші бөлімде ұрыс жағдайы уақыт бойынша өте қысқа мерзім. Осы мерзімде жасалған мемлекеттік опасыздықтар ғана, олар қанша өте аз да болуы мүмкін. Яғни бұл баптың екінші бөлімін қолдану мерзімі өте қысқа. Үшінші бөлімі тіпті соғыс кезі. Бізде, Құдайға шүкір, 33-34 жыл міне егеменді болып жатырмыз, бізде соғыс жоқ. Енді соғыс болса, ол әлі көрерміз. Сондықтан бұл үшінші бөлімінде мынау практикада қолданылмайды. Сонымен бірінші бөлімі, ол бейбітшілік кезінде жаңағы бірінші бөлімімен мемлекеттік опасыздық жасаған адамдарды жауапқа тартамыз. Енді ал бұл баптың бөлімнің санкциясы былай жазылған: Қазақстан Республикасының азаматтығынан айыра отырып, немесе онсыз 10 жылдан 15 жылға дейінгі мерзімге бас бостандығынан айыруға жазаланады. Біріншіден, менің түсінбегенім, Қазақстан Республикасының азаматтығынан айыра отырып, орысша айтқанда лишение гражданства Республики Казахстан. Бұл баптың субъектісі, арнайы субъект, Қазақстан Республикасының азаматы. Егер де біз сот үкім бойынша оның азаматтығын алып тастасақ, осы бапты біз баппен қалай тартамыз оны жауапқа? Сондықтан бұл бөлікті, бұл жазаны қолдануға болмайды деп мен ойлаймын. Тіпті осыны конституциялық сот қараса тіпті жақсы болар еді. Менің ойымша, және мен естігенде, көргенде жоқпын конституциялық сот қараған. Екінші бір жағы, неге 10 жылдан 15 жылға дейін бас бостандығынан айыру? Бұл қылмыстың мемлекеттік опасыздық жасау қоғамдық қауіптілігі өте зор. Сондықтан тіпті біздің конституциямызда біздің президент тек қана осы бап бойынша жауапқа тартылуы мүмкін. Мысалы, 37-ші бапта конституцияның былай жазылған: республиканың президенті өзінің міндеттерін атқару кезіндегі іс-әрекеті үшін тек қана мемлекеттік опасыздық жасаған жағдайда жауап береді делінген. Бұл бап осы қылмыстың қоғамдық қауіптілігінің зор екенін көрсетіп тұр. Ал егер қауіптілігі зор болса, неге біз 10 жылдан 15 жылға дейін ғана жауапқа тартуымыз керек? Оның үстіне қазіргі алпауыт мемлекеттер, дамыған, орта деңгейлі, мысалы Қытай, Ресей, АқШ, Ұлыбритания, тағы басқа мемлекеттердің қылмыстық кодекстерін қарасақ, мемлекеттік опасыздық үшін жауаптылық өте қатаң. Ал біз неге 10 жылдан 15 жылға дейін жазаны тағайындауымыз керек? Мен өте аз деп ойлаймын. Тағы да бір жағдай, ол психологиялық тұрғыдан. Бұл қылмыс жасаған адам өзінің кінәсін әрине сезінеді. Мемлекеттік опасыздық азамат, Қазақстанның азаматы сыртқы күшпен бірлесіп, Қазақстан Республикасының қауіпсіздігіне, тәуелсіздігіне, егемендігіне қарсы әрекеттер жасаған. Осыны біз мемлекеттік опасыздық дейміз. Осы мемлекеттік опасыздық істеген адам өзінің кінәсін сезінеді, біледі. Бұл кінә ана өкпеге түскен құрт сияқты жаңағы адамның психикасын кінә қыспақтай береді. Сондықтан жалпы адамда, мен ойлаймын,
механизм, психологияны, психиканы қорғайтын бір механизмдері бар. Ол жаңағы қылмыс жасаған, ауыр қылмыс жасаған адам өзінің әрекетін, сатқындық жасаған ақтайтын бір жағдайларды өзі ойлап табады. Сөйтіп ақыры соны қайталап өзі соған сенеді. Солай өзінің психикасын сақтайды. Жалпы 10-15 жылда адам денсаулығы сақтап, қайтадан бостандыққа шығып, енді бұл ашық түрде біздің республикаға қастандық жасап, қастандық әрекеттер жасауға көшеді. Бұндай тарихи мысалдар бізде бар. Оны көбіміз білеміз. Сондықтан басқа мемлекеттер сияқты өмір бойы басынан айыру жазасын тағайындауымыз керек. Тағы да бір айтатын мәселе тарихи тұрғыда. Мен Джошуа қарастырғанда 8-ші буынның синдромы гипотезасының негізінде қарастырғанмын. Сонда Қазан хандығы, Қырым хандығы, Үлкен Орда, Ноғай хандығы, тіпті Қазақ хандығы, осы хандықтар даму кезінде мемлекеттік опасыздық, яғни сатқындық осы хандықтың адамдарынан 7-8-ші буында көбейіп, ақыры хандықтар құлауға әкелетін бір себептер болған. Осы сатқындардың көбеюіне байланысты. 8-ші буынның синдромына себебіне. Ал енді 7-8-ші буын дегеніміз, ол 200 жыл тарих. Егер де біз санасақ, 1822 жылы, 24 жылы біз Қазақ хандығын жойып алдық. Одан кейінгі уақыт 200 жыл өтті. Қазіргі біздің болашақ 8-ші буын өмір сүріп жатыр. Мен айтпаймын, бүкіл қазақтың жастары сатқын болады, сатқындыққа жақын деп. Бірақ та осындай факторларды ескеру керек. Қысқалап айтқанда, менің ұсынысым 175-ші баптың негізгі 1-ші бөлігін қалдырып, жазасын тек қана 15 жылдан 20 жылға дейін, немесе өмір бойы бас бостандығынан айыру жазасы деп көрсетуіміз керек. Ал 2-ші, 3-ші бөлігін алып тастауымыз керек.